Міржақып Дулатов атындағы Железин мектебінде елім менің атты өлкетану экспедициясының қорытындысы жасалған дөңгелек үстел өтті. Аталған саяхатта ұйымдастырған жергілікті өлкетанушы Мұрат Хасенұлы биыл 70 жасқа толып отыр. Ел мен жердің тарихын жас өрендерге таныстыруда қыруар жұмыс атқарып жүрген ақсақалды Жеңіс Марданов атындағы облыстық өлкетанушылар бірлестігі құттықтады. Бұл жобаның мақсаты өз еліміздің тарихын, өзен көлдерін, ағаш шөптерін, тіпті қыбырлаған құрт-құмырсқалар мен бүгінгі халықтың ахуалын танып білу болды. Бұл 2 жыл қатарынан Мұрат Хасенұлы ұйымдастырып жүрген елім менің өлкетану экспедициясына қатысқан жас өрен. Железин ауданындағы туған өлке тарихын хаттаушы, ел мен жердің жанашыры. 13 жас зерттеушілерді жинап, былтыр 44 елді мекенді аралап ауылдардың тарихымен таныстырса, биыл 3 шекараның шебін көрсетті. Бүкіл ауданды шарлап өттік. Железинкеден шығып теплоходпен Қарасу, Старица, Береговойдың ар жағында қосылып, сол жерде аралап өттік. Жағадан өткенде Иса Байзақов ауылы көрініп тұр. Қарасу деп отырғанымыз, орыстар Старица дейді. Бұл ертістің ескі арнасы. Аталған экспедицияның қорытынды отырысы өлкетанушы Мұрат Хасенұлының туған күніне орайластырылды. Игі шараға Жеңіс Марданов атындағы облыстық өлкетанушылар бірлестігінің мүшелері құттықтау үшін арнайы барды. Сіз ұрпақ үшін тарихи мәдени мұраны сақтау бойынша жасап жүрген бастамаларыңызға жетістік пен береке тілеймін. Құрметпен Павлодар облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы басшысының міндетін атқарушы Тауысқан. Рухани жиынға ат басын бұрған аудан әкімі де туған күн иесінің иығына шапан жауып, жүрек жарды лебізін білдірді. Хасанұлы, өзіңізге үлкен аудан басшылығы атынан үлкен рахметімізді айтамыз. Сіз осы жолдан таймаңыз, осы балалардың ертең еліміздің үлкен патриоттар болып өсуіне сіздің ықпалыңыз зор. Экспедиция барысында жиналған заттар мектеп музейінде сақтаулы. Өсімдіктерден гербарий жасап, құрт-құмырсқалардың коллекциясын жинап, арнайы альбомдар дайындалған. Мынау 1745 жылы жасалған карта. Бұнда Железинге қалай жазылып тұр? Желе, сосын твердый знак сияқты. Себебі орыстарда ө дыбысы жоқ, звук ө жоқ. Соның орнына бұрмалап салған. Оның астарында жел, өзен жатыр. Өлкетанушы аталған гипотезаны Жамбыл Артықбаевтың еңбектеріне сүйене дәлелдейді. Бұл 12 округінің 8-і өзге тілде аталған аудан ауылдарының төл атауларын беру ісіне, оны алдын ала зерттеу мәселесіне қосылып отырған зор үлес. Жаңа сіз айтып отқан Сим деп айтқан сөзіңіз, Сим река деп, расында да бұл бары жазылған. Расында да кезінде мына жақта жел қатты болған екен. Жел қатты болған екен де, анау ертістің бетіндегі суды қатты жарға соғылады екен. Әрине, жаңа ойыңыз бәрі сол кеп тұр. Айта кету керек, аудандағы жалғыз қазақ мектебіне Міржақып Дулатовтың есімін беруге де ат салысқан Мұрат Хасенұлы. Былтыр Алаш ардақтысының атын иеленген білім ордасының оқушылары аталған шарада өнерлерін аяп қалмады. Бақытым бар үшінші, отан деген, Құдай деген кім десе отан керем. Оты сіңген жалғанда жамбасын ба, ойланбай алдақ отан менен. Гүлсара Маликова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат, Железин ауданынан.